Келесі бөлім бізде аттестаттаушылардың тізімі. Бұл бөлімде аттестаттаудан өту мерзімі жақындаған педагогтер көрсетіледі. Сондай-ақ осы бөлімде мерзімінен бұрын аттестаттаудан өткісі келетін мұғалімдерді қосуға болады. Ол үшін қосу батырмасын басып, оқу жылын таңдаймыз. Педагогтың аты жөнін көрсетеміз. Лауазымын таңдаймыз. Біліктілік санатын көрсетеміз. Содан кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз. Бұдан басқа осы бөлімде санатты сақтауға болады. Ол үшін көп нүктені басып, санатты сақтау пунктін таңдаймыз. Бұл жерде санатты сақтау себебі көрсетеміз. Мысалы, жүктілік, жұмысқа шығу күнін көрсетеміз. Растайтын құжатты тіркейміз. Приказ. Содан кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз. Сондай-ақ аттестаттаудан өтпей санатты алу үшін біз аттестаттаусыз өту себебін көрсету деген пунктке басамыз. Бұл жерде себебін таңдаймыз. Мысалы, Назарбаев университетінің түлегі. Содан кейін сақтау батырмасын басып сақтаймыз.